күніне неше рет салынады бұл қор? Кейбір шаруалар ойлауы мүмкін да, егер мысалы таңертең мен келген кезде менің кормушкам тап-таза болса, яғни мал дұрыс жақсы жеді деген сөзді ойлайды мысалы. Бірақ негізі ол қате түсінік, өйткені таңертең келген кезде бұл жерде бір мөлшем қалу керек міндетті түрде. Егер бос болып тұрса, мүмкін бұл жерде енді 300 бас айтады бір клеткада. 300 бас тұрғаннан кейін жетпей қалуы мүмкін. Иә, ішінде уже лидерлі болады, лидер емесі де болады. Біріншіден лидерлер жегеннен кейін, мысалы олар бәрін жеп қойса, дым қалмаса, алар желмей қалады. Сондықтан сіздер жаңағыда біреу жейді, біреу желмей қалады. Яғни малдың қоры барлығына жеткілікті болу керек. Әрине. Әлсізі де, әлдісі де бірдей жеу. Иә, бұл сүтті бағыты да солай. Мысалы таңертең келген кезде бұлар жаңа кормовой стол дейді, кормовой столда бір аз мөлшер болса да қалу керек негізінде. Сондықтан біз қараймыз болса. Негізі идеалдық жаңа бізде 2 болу керек. 0 емес, 4 емес, 2 болу керек. 2 болса, яғни барлығы жеді, барлығы тойды, кішкене қалды деген сөз. Достар, мына видеоны барынша WhatsApp топтары арқылы сиыр ұстайтын таныстарыңызға жіберіңіздер. Ірі қараға қатысты пайдалы ақпаратты біле жүрсін.